Жұбайлардың махаббат тілі атты видео сабағымызға қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге махаббаттың екінші тілі сапалы уақыт тілін білетін боласыздар. Бұл тақырып өте қарапайым сияқты көрінгенімен, тәжірибеде ең көп түсінілмейтін және ең көп қателік жасалатын тіл дәл осы. Көп ер адамдар былай ойлайды: мен үйге ақша әкеліп отырмын, балалар тоқ, үйіміз бар, осы әйеліме не жетпейді деп. Ал әйелдің көңілінде бір ғана сұрақ бар: сен мен үшін кімсің? Әлде сен тек ақша табатын адамсың ба? Осы тұста еркектің психологиясы отбасы құрған соң бірден жауапкершілік режиміне өтіп кететінін ескере кетейін, және ол қалыпты. Себебі еркектің кім екені, қолынан не келетіні және қанша табыс таба алатыны өзіне деген сенімді қалыптастырады. Яғни бұл ерлердің болмысын көрсетеді. Егер еркек осы үш мәселе бойынша қалағанына жете алмаса, өзінің қадір қасиетіне күмәнданумен болады. Алайда отбасына материалдық жағдайдан бөлек моральдық, рухани жағдайда жасау керек екенін естен шығармаған абзал. Еркек отбасының негізін қалайтын отбасының жетекшісі. Сапалы уақыт бұл бірге бір жерде болу деген емес. Бұл бірге бола отырып, бір-біріңе ашық болу. Қазақ ұғымында да сапалы уақыт бірге болумен, бірге бір-бірімен қатысудың белгісі еді. Этнографияға қарасақ, қазақ қоғамында уақытты бірге өткізу әрдайым махаббат пен жақындықтың ең терең көріністерінің бірі болған. Көшпелі өмірде адамдардың уақыты бөлек-бөлек емес, ортақ еді. Бір ошақтың қасында отырып ас ішу, ұзақ жолда қатар жүру, киіз үйді бірге тігу, кешкілік отбасында әңгіме айту, мұның бәрі қарым-қатынасты тереңдеткен. Қазақта әңгіме жанның азығы деп бекер айтылмаған. Әкесі баласын қасына отырғызып, үнсіз шай ішкен сәттің өзі тәрбиелік мәнге ие болды. Анасы қызына іс үйретіп жүріп, сырын, ақылын айтты. Бұл сапалы уақыттың нағыз өзі. Назар аудару, қатысу, бірге сезіну, бір уақытта бірге болу. Қазақ махаббатты асығыс өмірден емес, бірге отырып, бір ырғақта өмір сүруден тапқан. Сондықтан сапалы уақыт жоспарға кіретін кездесу емес, жүрекпен бөлінетін уақыт. Бұл бір дастарханның басында, бір жолдың бойында, бір үйлесімде қалыптасқан жақындық. Сонымен сапалы уақыт дегеніміз не? Сапалы уақыт дегеніміз толық назар аудару. Яғни телефонсыз, теледидарсыз, газет-журналсыз, басқа ойларсыз. Мен қазір тек сендікпін деген ой. Диванда бірге отырып теледидар көру сапалы уақыт емес. Себебі ол жерде сіздің назарыңызды теледидар алып отыр. Егер сол көрген нәрсені кейін бірге талқылап, ой бөліссеңіздер, онда бұл сапалы уақыт болар еді. Ал сапалы уақыт дегеніміз, егер бірге болуға теледидар кедергі болса, онда оны өшіру. Бір-біріне қарау, сөйлесу, диалог құру, тыңдау. Психологтар мынадай қызық бақылау жүргізген. Ресторанда отырған жұптарға қарап, қайсысы ерлі зайыпты, ал қайсысы ғашық жұптар екенін байқауға болады екен. Қалай дейсіз бе? Енді кездесіп жүрген, әлі үйленбеген жұптар бір-біріне қарап, әңгімелесіп отырады екен. Ал ерлі зайыптылар жан-жағына қарап, жалтақтап, не тек тамақ ішіп отырады екен. Неге олай? Себебі біреуі байланыс құрып отыр, бір-бірімен жақыннан танысқысы келеді, бір-біріне қызық. Ал екіншісі жай тамақтанып отыр. Күнделікті күйбең тіршіліктен басқа айтатын әңгіме қалмаған. Басқа не айтарларын білмейді. Бір-бірін танып қойған, басқа ашылатын сырлары, қызықты әңгімелері жоқ сияқты. Бәлкім сол жерге сол бір сезімді ояту үшін, некені қайта жаңғырту үшін келген болар. Бірақ бір-бірімен эмоционалды байланыс құра алмай отырады екен. Сіздерге түсінікті болу үшін бір мысал келтіре кетейін. Күйеуі отбасын бәрімен қамтамасыз етіп жүр. Жұмыс істейді, шаршайды, барын салады, бірақ әйелі бақытсыз. Неге? Себебі оның сүйіспеншілік тілі сапалы уақыт еді. Күйеуі оны жақсы көреді, бірақ өз тілінде жақсы көреді. Ал әйелі өз тілінде сүйіспеншілікті сезе алмады. Бұл жерде өте маңызды бір ой бар. Бір адам сүйетін нәрсе, екінші адамды сүйетіндей сезіндірмеуі мүмкін. Күйеуі үшін қолдау сөздері маңызды, ал әйеліне бірге уақыт өткізу маңызды еді. Ол күйеуінің уақытын, назарын, өзін қалады. Ақшаны емес, үйді емес,
жетістікті де емес. Әрине, олар да керек, қазір ақшасы болмаса да бақытсыз болар еді дерсіздер. Бірақ әйелі үшін маңызды приоритет ақша емес еді. Бәлкім, жалдамалы пәтерде тұрса да, бір айлыққа өмір сүрсе де сол қалпында жақсы көрер еді. Міне сондықтан да осы махаббат тілінде көптеген жұптар, әсіресе еркектер қателеседі және түсінбей жатады. Мен әрдайым жаныңдамын ғой, кешке үйдемін, ешқайда қаңғырып кетпеймін, демалысты балалармен өткізуге тырысамыз дейді. Ал әйеліне керегі өзіне арналған жеке уақыт бәлкім. Ештеңеге алаңдамай, өзіне сүйсініп қарап отыратын, өзін танығысы келетін жұбайының назары. Бірінші видео сабақта әр адамның ішінде сүйіспеншілік қоймасы бар деп айтқан болатын біз. Егер ол толы болса, адам тыныш, сенімді, жұмсақ болады. Және өзі де басқамен сол сүйіспеншілікті бөлісе алады. Ал егер ол бос болса, адам ренжігіш, сыншыл, ашулы келеді. Жоғарыдағы мысалда әйелі күйеуінің жұмысын жек көрген жоқ. Бағаламай қойғанда жоқ. Бағалады, рахмет айтып отырды. Алайда ол жұмыс оның қолындағы соңғы уақытты алып қойғанын жек көрді. Сол себепті әйелдер жиі сен маған уақыт бөлмейсің, сенің жұмысың бәрінен де маңызды деп айтады. Бұл сүйіспеншілікті сұрау тәсілі. Бағанағы мысалды жалғастырайық. Әйелі күйеуіне жылдар бойы не айтқанын тыңдаңыз. Демалыс күні бірге тауға барайық, бірге түскі ас ішейік, балаларды қарайтын адам тауып романтикалық кешкі асқа барайық, кешке отырып әңгімелесейік, балалармен қызықты ойын ойнайық, пикникке шығайық, жылына бір рет бір жерге демалысқа барайық. Мұның ешқайсысы ерекше байлықты талап етпейді, бірақ ниет пен жоспарды талап етеді. Сүйіспеншілік уақытым болса, уақытым қалса емес, уақытымды бөлемін дейді. Осы жағдай сізге таныс па? Кейде біз өзімізден басқаны көрмейміз. Кейде қалауымызды екінші сабақта қолдау сөздерінің диалектілері жайлы айтқандай дұрыс өтініш білдіре алмаймыз бәлкім. Ал енді отбасың беріп жатқан сигналды қабылдайтын, оған назар аударатын уақыт туды. Ал егер осы уақытты кейінге қалдыра берсеңіз, отбасыңызды түсініспеушілік тұңғиығына батыра бересіз. Арада алшақтық ұзара береді, кейін сол алшақтықты жеңу де оңай болмай қалады. Сондықтан араларыңыз толығымен суып кетпей тұрып, некеде барлығы жақсы болса да тіпті отбасы жайлы білім ешқашан аздық етпейді. Өткен сабақта айтқандай, әр махаббат тілінің өзіндік диалектілері бар. Яғни, сапалы уақыт бөлудің де диалектісі бар. Сапалы уақыттың бірінші диалектісі арнайы көңіл бөлу. Бір бөлмеде болу, бірге болу деген сөз емес. Мысалы, әкесі баласымен ойнап отырса, бірақ қолында телефоны болса, оның назары балада емес, телефонда, яғни соның ішіндегі оқиғада. Жұбайың сөйлеп отырса, ал сен телефон қарап отырсаң, ол сапалы уақыт емес. Себебі ойлары бір жерде емес, жандары бір-бірімен алыста. Бұл жерде эмоционалды байланыс орнап жатқан жоқ. Сапалы уақыт дегеніміз бірге өткізетін сәттерімізде біз бір-біріміздің көзімізге үңіліп қарап отыруымыз керек деген сөз емес. Бір-бірімізге толық көңіл бөліп, бір нәрселер жасауымыз керек деген сөз. Бірге жасайтын іс-шара ол бірлік сезімін тудыратын құрал. Әкесі мен баласының доп ойнағандағы маңызды нәрсе ойын емес, бірақ әкесі мен баласының арасында туындаған эмоциялар. Сол сияқты, күйеуі мен әйелі бірге теннис ойнағанда, егер ол шынымен сапалы уақыт болса, назар ойында емес, бірақ олар бірге уақыт өткізгенінде. Эмоционалды деңгейде болған нәрсе міне осы маңызды. Біздің бірге өткізген уақытымыз бір-бірімізге қамқор екенімізді, бір-бірімізбен болған кезден ләззат алатынымызды, бірге бірдеңе істегенді ұнататынымызды білдіреді. Сапалы уақыттың кілті арнайы назар аудару. Сүйіспеншілік тілінде ең көп тараған диалектілердің бірі сапалы сөйлесу диалектісі. Сапалы әңгімелесу дегенде мен бір-бірімен сырласу диалогын айтамын. Екі адам өз тәжірибесімен, ойларымен, сезімдерімен және тілектерімен достық, ешкім кедергі етпейтін контекстте бөлісуі. Көптеген адамдар жұбайлары олармен сөйлеспейді деп шағымданғанда, олар аузын ашып бір сөз айтпайды дегенді білдірмейді. Әйелі сөйлейді, ал күйеуі үндемей жатады. Мүмкін болдың ба? Ұйықтаймыз ба? Деген сөздерді қолданады. Яғни эмоциялық деңгейде тыңдап отырған жоқ. Жұбайлар өте сирек сырласу диалогын өткізеді. Егер сіздің жарыңыздың негізгі сүйіспеншілік тілі сапалы уақыт болса, ондай диалогтар сіздің оны сүйетініңізді сезіну үшін маңызы зор.
Сапалы әңгімелесу бірінші сүйіспеншілік тілінен мүлдем басқаша. Яғни қолдау сөздері біз қандай сөздер айтатынымызға бағытталған, ал сапалы әңгімелесу біз не еститінімізге байланысты. Көп ер кісілер мына жерде қателеседі. Әйелі жұмыста бүгін қиын болып жатыр десе, күйеуі былай істеу керек, мынандай былай айтуың керек еді деп кеңес айта бастайды. Ал әйелі кеңес сұраған жоқ. Ол түсінуді сұрады. Мынадай бір жағдайды мысал ретінде келтіріп кетейін. Әйелі жұмыстан келіп, жұмыста болған келеңсіз жағдайды айтады. Күйеуі дереу кеңес айтып, ертең бар да былай істе, былай деп айт деп кеңес береді. Ертесіне әйелі сол жағдайды тағы да келіп күйеуіне айтады. Кеше айтқанымды істедің ба? Айттың ба дейді. Әйелі жоқ, айтпадым дейді. Үшінші күні әйелі күйеуіне келіп, тағы да жұмыста мынандай болды деп қиындығын айтады. Сонда күйеуі айтқанымды істедің бе деп тағы сұрайды. Әйелі жоқ дейді. Олай болса, менің айтқанымды істемесең, мен де сенің айтқаныңды бұдан былай тыңдағым келмейді. Болды, айтпа маған дейді. Осы тұста күйеуі қарым-қатынасқа дақ түсіретін үлкен қателік жасады. Әйеліне сол сәтте кеңес емес, оған жаны ашып, оны тыңдағаны керек еді. Оның жанында болғанын, өзін қолдайтынын және сүйетінін білгісі келді. Әйелі одан сапалы әңгімелесуді жалынып сұрады. Ол күйеуінің оған көңіл бөліп, оның жан ауыртпалығын, көңілсіздігін түсініп тыңдағанын аңсады. Ал күйеуі тыңдауға емес, сөйлеуге ұмтылды. Ол проблеманы естіп, шешімін тұжырымдау үшін жеткілікті тыңдады. Бірақ әйелінің одан қолдау және түсінуді сұрап жалынғанын есту үшін мүлде тыңдаған жоқ. Көпшілігіміз осы еркек сияқтымыз. Біз проблемаларды сараптап, шешімін табуды үйренгенбіз. Неке ол бітіру керек жоба емес. Не болмаса шешетін проблема емес. Ол қарым-қатынас екенін ұмытпағаймыз. Қарым-қатынас басқа адамның ойларын, сезімдері мен тілектерін түсіну үшін жанашырлықпен тыңдауды қажет етеді. Біз кеңес беруге ықыласты болуымыз керек, бірақ тек өтініш болса ғана және ешқашан қамқорсынып сөйлемеу керек. Көпшілігіміз тыңдауды үйренбегенбіз. Біз ойлауда және сөйлеуде әлде қайда жүйрікпіз. Жазбада әркім тыңдауға жүйрік, ал сөйлеуге шабан, ашулануға баяу болсын деп жазылған. Тыңдауды үйрену біз үшін бір шет тілді үйренуде қиын болуы мүмкін. Бірақ егер сүйіспеншілікті білдіргіміз келсе, біз үйренуіміз керек. Егер сіздің жұбайыңыздың негізгі тілі сапалы уақыт және оның диалектісі сапалы әңгімелесу болса, бұл сөз үшін аса маңызды. Бақытымызға орай, тыңдау өнерімізді дамыту жөнінде көптеген кітаптар мен мақалалар жазылған. Осы тұста тыңдауды үйренуде мен сіздерге бірнеше практикалық кеңестерді ұсынайын. Неке, есіңізге сала кетейін, бұл шешілетін проблема емес. Бұл түсінілетін қарым-қатынас. Сөйлесу кезінде жұбайыңыздың көзіне қараңыз. Басқа іспен айналыспаңыз. Сезімін тыңдаңыз, дене тілін байқаңыз. Яғни жұмған жұдырықтар, қолының дірілдеуі, көз жасы, түйілген қабақ, көзінің қозғалысы, оның сезімдерін көрсетеді. Кейде адамның дене тілі оның айтқан сөзінен басқаша болуы мүмкін. Оның не ойлап, не сезіп жатқанын нақты білу үшін сұрап, анықтап алыңыз. Және ең соңғысы, сөзін бөлмеңіз. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, орташа адам небәрі 17 секунд тыңдай алады екен. Ал әрі қарай сөзді бөліп, өз идеяларын айта бастайды. Мақсатыңыз тек жұбайыңызды сол сәтте түсіну болсын. Бұл жерде де сізге эмпатия қажет болады. Сапалы әңгімелесу тек мұқият тыңдауды ғана емес, сонымен қатар өз жүрегін ашуды талап етеді. Сапалы уақыт тілінің тағы бір диалектісі сөйлесуді үйрену. Әйелі, мен күйеуімнің сөйлескенін қалар едім, мен ешқашан оның не ойлайтынын, не сезетінін білмеймін дегенде, ол жақындықты сұрап тұрғанын білдіреді. Ол өзінің күйеуімен жақын сезімде болғысы келеді. Бірақ ол қалай біреумен жақындықта бола алады, егер оны білмесе? Әйелі күйеуі оны сүйетінін сезінуі үшін ашық болуды үйренуі керек. Егер әйелінің негізгі сүйіспеншілік тілі сапалы уақыт болса, ал диалектісі сапалы әңгімелесу болса, оның күйеуі өзінің ойлары мен сезімдерін оған айтпайынша, оның эмоционалды сүйіспеншілік қоймасы ешқашан толмайды, достар. Ашық болу кейбіреулерімізге оңай берілмейді. Қазіргі ересектердің, яғни миллениалы деп айтамыз ғой, олардың өскен отбасыларында ойлар мен сезімдерді білдіруі қошталмаған, керісінше айыпталған.
Бұл тұста мен ата-аналарды да айыптамаймын, себебі олардың өзі де қалай қарым-қатынас құруды білмеді. Алайда қазір сіздер білесіздер. Міне осындай отбасында бала ойыншық сұраса, ол отбасының қаржылық жағдайы туралы лекцияны тыңдауына тура келді. Яғни, ақша жоқ, сен де бір сұрамайтын кезде сұрайды екенсің. Оның орнына тамақ алайық деген сияқты сөздерге, тіпті ойыншық сұрағаны үшін бала өзін кінәлі сезініп кетеді. Содан қайтып тілектерін білдірмеуді, қалауын ашық айтпауды үйренеді. Егер ол ашуланатын болса, ата-анасы оған қатал, айыптайтын, өзіне шабуылдайтын сөздермен жауап береді. Солай бала ашу сезімдерін білдіру орынсыз деп түсінеді. Егер бала әкесімен бірге дүкенге бара алмағанына ренжігені үшін өзін кінәлі сезінсе, ол өзінің ренішін іште жасыруды үйренеді. Есейген кезде біз көбіміз өз сезімдерімізден бас тартуды үйренеміз. Біз енді эмоционалды болмысымызбен байланыста емеспіз. Егер сізге сапалы әңгімелесу тілін үйрену қажет болса, үйден алшақ болған кезде сезімдеріңізді байқаудан бастаңыз. Бірінші сабақтан бері айтып келе жатырмын. Тағы да еске салайын, күніге өзіңізбен кішкентай блокнот алып жүріңіз. Күніне 3 рет өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз. Соңғы 3 сағатта мен қандай эмоцияларды сезіндім? Мен жұмысқа келе жатқан кезде артымнан келе жатқан жүргізуші бамперімді соққанда мен не сезіндім? Жанармай құю бекетіне тоқтағанда пистолет өшпей, көліктің жанына жанармай төгіліп кеткенде мен не сезіндім? Мен офиске жеткенде, мен жасап жатқан жобаны 2 аптаның орнына 3 күнде бітіру керектігін білгенде мен не сезіндім? Блокнотыңызға сезімдеріңізді жазыңыз, және осы сезімге қатысты оқиғаны есте сақтау үшін 1-2 сөз жазып кетіңіз. Мысалы, артыма тақалып келе жатқан көлікке ашуландым. Дүкенде ақшам жетпей қалды, қатты көңілім түсті. Жоба жұмысын 3 күнде аяқтау керек деді. Мазасызданып, ызаландым деген сияқты. Негізгі сүйіспеншілік тілі сапалы уақытқа қоса, немесе жарыңызға толық назар аударғаннан басқа диалект бар. Яғни ол сапалы іс-шаралар деген. Сапалы уақыт тек әңгіме емес. Бұл бірге бірдеңені істеу. Маңыздысы не істеп жатқаныңыз емес, не үшін істеп жатқаныңыз. Ал мақсаты мен сенімен бірге болғанды ұнатамын деген сезім. Сапалы іс-шараларға бақшаға өсімдіктер отырғызу, тарихи жерлерге бірге бару, антиквариант заттарды сатып алу, немесе оларды бірге коллекционировать ету, концертке бару, ұзақ серуендеу, басқа таныш жұбайларды үйде асылған етпен немесе табада жабылған нан мен самаурында қайнатылған шайге шақыру деген сияқтылар кіреді. Іс-шаралар тек сіздің қызығушылығыңызбен және жаңа нәрсені жасап көруге дайын болуыңызбен шектеледі. Сапалы іс-шараның негізгі компоненттерінің бірі мыналар. Кем дегенде біреуіңіз соны істеуіңізді қалау, басқасы соны істеуге дайын болу, және екеуіңіз де соны істеп жатқандарыңызды білу. Міне бұл бірге болу арқылы сүйіспеншілікті білдіру. Сапалы қызметтің нәтижелерінің бірі ол естеліктер банкін жасайды. Одан кейінгі жылдары осы оқиғалар арқылы отбасының қандай болғандығынан ақпарат алуға болады. Алайда біз мұндай іс-шаралар үшін қайдан уақыт табамыз? Әсіресе егер жұбайлардың екеуі де үйден тыс жұмыс істесе, біз тамақ ішуге не су ішуге уақыт тапқандай уақытты табуымыз керек. Неге? Өйткені денсаулығымыз үшін тамақ және судың маңыздылығы қандай болса, біздің некеміз үшін сапалы іс-шаралардың маңыздылығы дәл сол сияқты маңызды. Ол қиын ба? Мұқият жоспарлауды қажет етеді ме? Иә. Сонда біз өзіміздің жеке істерімізден бас тартуымыз керек дегенді білдіреді ме? Мүмкін. Біз өзімізге онша ұнамайтын нәрселерді істеуіміз керек деген сөз бе? Әлбетте. Себебі жұбайыңыз қалаған нәрсе сізге ұнай беруі керек деген сөз емес. Бірақ сіз бұл нәрсені жұбайыңыз үшін жасайсыз. Ол тұрарлық іс пе? Шүбәсіз. Бұған ешқандай күмәніңіз болмасын. Оның маған қандай пайдасы бар? Өзін сүйікті екенін сезінетін жұбаймен бірге өмір сүру рахаты және оның сүйіспеншілік тілінде еркін сөйлеуді үйренгеніңізді білу. Міне, соның сізге пайдасы зор. Сонымен, бүгінгі видео сабағымызды қорытындылайық. Сапалы уақыт бұл қымбат, өйткені ол өмірден алынады. Және егер жұбайыңыздың махаббат тілі сапалы уақыт болса, онда ол үшін ең үлкен сый уақытыңызды жұбайыңыз үшін құрбан ету. Егер сіз жұбайыңызды оның сүйіспеншілік тілінде сүйсеңіз, ол сізбен бірге кез келген шыңға көтеріледі.
Сондай-ақ, құрметті тыңдармандар, әр сабақтың соңында жұбайларға арналған үй тапсырмасы бар екенін естен шығармаңыз. Оны сіздер видео астындағы описаниеден көре аласыздар. Егер кері байланысқа шыққыңыз келсе, Instagram және TikTok әлеуметтік желімізге тіркеліп алыңыздар. Сол желілер арқылы бізбен байланыса аласыздар. Келесі видео сабақты жіберіп алмау үшін бізге тіркеліп алыңыздар.